Баршаңызға сәлем. Мен Айзада Тұңғышбаева. Бүгін сіздермен бірге күздік бас киімді қалай пішіп тігуін үйретем. Бұл бас киім жас балдармен үлкен адамдарға да жараса кетеді. Әрі өте жеңіл тігіледі. Сіздер колокольчикті басып, подписаться етсеңіздер, комментарияға жазып отырсаңыз, мен сіздерге жиі көрініп отырамын. Міне қазір біз пішіп көреміз. Бізде мынандай шаршы мата. Бұл трикотаж созылатын мата, қалың, жемпір сияқты. Біз осыны бұлай бүктейміз. Мына ұзындығы 66 сантиметр алдым. Бұлай қарай 60 алсаңыздар да болады. Бұлай кеңдігі де бұл басқа шақ келетіндей, міне бұл созылады. Мен 24 сантиметр алдым. Енді біз бұның мына ішкі жағы, мына астар жағын біз бұлай бейтіп сызып аламыз. Мына жағын осы прямой бейтіп қабаттап бейтіп тігіп шығамыз. Міне бұлай қабаттап тіге саламыз. Сөйтіп аударып көрсетеміз. Міне бізді мынандай шаршы маталарымызды алып бұлай бүктейміз. Мінекей. Бұны кішкентай балдарға істеу үшін келтелеу алуларыңызға болады. Міне тарылтып, мен әзір үлкен адамдарға арналған бас киім тігейін деп отырмын. Бұл өте қазір күз мезгілінде үйде тігіп берсеңіздер керемет. Бұны даже сіздер өздеріңіздің қалған ескі жемпірлеріңізден де осылай тігіп бас киім шығара аласыздар. Міне қазір пішуін мұқият қарап алыңыздар. Бұны пішу үшін біз мына бас жағынан бұлай тұмалатып шығамыз. Аманияғы осы күйі қалады. Біз әзі осыны қырқып аламыз. Мінекей біз қырқып алдық бұл жағын. Қазір біз бірінші мына шетін тігіп шығамыз. Мінекей қазір мына шетін біз тігіп аламыз. Мына шетін бұлай, міне бұлай қарай тігіп аламыз. Осы жерден азырақ қалдырып қоямыз. Alamız, жоғарыдан өтеміз. Мінекей осы жерден кішкентай қалдырамыз, оны аудару үшін закрепке беріп аламыз. Міне болды бұл жағы. Енді біз мына жағын қолмен тіге саламыз. Оны тігу үшін міне жібімді 2 қабатқа түйіндеп алдым. Енді бұны бүйтіп бүрмелейміз. Мінекей бұлай гармошка сияқты бүктеп алдым бұны. Енді осыны тігіп шығамыз. 2 қабат жіппенен мықтап тігеміз бұны тартып. Мінекей мен бұны мықтап тігіп қойдым. Енді жаңа қалдырған жерім бар мына жерде. Осы жерден осыны аударып аламыз. Міне бұлай аударып аламыз бұны. Мінекей бұлай кіргізіп алдық. Кіргізіп алған киімді қазір мен сіздерге бұны киіп көрсетемін. Мінекей кигенде мына жақтары төбесі осылай тұрады бейтіп. Мінекей, өзі бұлай тұрады. Бұл деген күздік мезгілде кигенге өте жылы, оңай, жеңіл түрінде тігіп аласыздар. Мен айтқаным мынандай шарттардан да тігуге болады. Кез келген үйдегі созылатын жұмсақ матадан бала шағаларыңызға тігіп үйреніңіздер. Егер сіздерге ұнаса, колокольчикті басып, подписаться етіп, комментарияға жазыңыздар.